Ақтаңдай залқар ақын қорғол досу ұлы ескерчекен. Илгері кетмен төбе жергесінде Сарғамыш менен Толықтың ортосында Тержайлақ деген атақты жайлы бар. Ошол жерде қадимки Ырайымбек датқанын ашы oldu дейді. Қырғыз жергесінің бардық тарабынан ел чоғылып, ал уақта өргүтүп сыйлайт деген қаада салт бар эле. Башкача айтканда конокко чакырылган коноктордун баары күн барып, өзүнүн өргөөлөрүн баягы жерде көтөрүп олтурушат дейт. Ар бир жердин бийлери, болуштары жанына бирден өнөрпос ырчы чоорчуларын кошуп алып барышчы экен. Ал тургай жада калса етті мыкты туураган жигиттерин да кала барган дейт. Ошентип ал кезде Коргоол атабыз жаш чагым деп эскерчи экен. Керимбай манапты мактап ырдап калсам, эй, жаман ит эшикке үйүр деген макал бар. Бу кетмен төбөдөн чыккан ырчылар өзүбүздү мактабай, сырттан келген бийлер, болуштар олтурат. Ошолорду ырдабайсыңбы? Тиги очорок тигилген ак боз үйдү көрдүңбү дейт. Көрдүм. Көрсөң ошо жерде Нарындан келген Осеке деген бий олтурат. Өзү 64 жашта, аялы Кашымкан деген 16 эле жашта. Мактасаң ошону макта деп ыңгыранып басып кетти дейт. Эми Керимбай манап өзү айтып аткан соң, бийдин аялы жаш болсо экөөнөн башка бул маалда үйүндө ким бар дейсиң деп акырын ат бастырып жөнөдүм дейт. Мени байкап калдыбы Токтогул менен Эшмамбет да алыстан ат тизгини мен жакты карай бурду дейт. Ошентип Осекенин боз үйүнө жакын калганда комузумду ыңгыратып үн чыгарсам эле бир жаш кыз чыга калып кайра мени көрүп качып кирип кетти дейт. Көрсө жанагы 16 жашта Кашымкан деген зайыбы ошол экен. Андайда ырчынын тили кычышып кетет эмеспи, эшиктен эле минтип ырдап кое бериптир. Аккайын кара тал болду, акмарал эле мал болду, алтын шашы Осоке, сенин алганың Кашымкан болду, кулан өк аткан таң болду, куюнда барты чаң болду, куудай сакалагыңда, кушуп ойноп жаныңда, курдашың Кашымкан болду, каройдун ичи кар болду, карайна барты чаң болду, карылык каршы жетерде, кара жаның кетерде, Осоке Кашымкан сага жар болду. Ырдап оозумду жиэлектеле ар жактан Токтогул менен Эшмамбет келип калган экен дейт. Экөө ырдаганда бир киши ырдап аткандай, биринин оюн экинчиси окуп тургандай ырдайт эле дейт. Бири маласын тартып кетсе, экинчиси аласын түзөп ырдайт эле дейт. Ошондо Токтогул мени Кашымканды карата ырдап атканымды угуп, минтип ат үстүнөн эле ырдап кое беришти дейт экирчи. Коргол билбейсиң, башаламан сүйлөйсүң, пери кызындай буралган береги Кашымканды ким дейсиң? Десең Эшмамбет, иним Коргол билбейсиң, илбериңки сүйлөйсүң, илбесиндей буралган иним Кашымкандың ким дейсиң? Десе Токтогул, алам деп жемин жайланган Осекең ак шумкар көктөң айланган, аргасыздын айнаны Кашымкан ак кептер буту байланган. Десең Эшмамбет, көргөн бир жемин жайланган Осеке көк шумкар көктөң айланган, көр дүнүйө курусун ой Кашымкан көгүчкөн буту байланган. Десе Токтогул, кымызга кошкон шекерисиң, кыйыткан сөздү сезерисиң, кыялың эрмек Кашымкан, эми кыйналып жүрүп өтөрсүң. Desең Эшмамбет,
Самалға құшқын шекерсің, санада сөзді сезерсің. Самалы кермек қашым қаной, қантелі сарғайып жүріп өтірсің. Деп екірчі Қашымқандың тағдырын айтып, кейгенде ырдап қалышты дейді. Аңғычаң ар жақтан баяғы Тоқтоғұлға жақын бөлі Құлыке деген ырчы өткен дейді. Өзі өмір бойы ат көтер албай, ол бұрылу чоң кишелі өгіз мініп жүріп өткен дейді. Анан бұқа мінген Құлыке, өгіз мінген Құлыке. Анан ырдаса да сөйлесе да башы тоқтабай мінтіп қалчылдап тұрчы екен. Анан Құлыке қалтырбаш деп айтшы дейді. Анан ошо Құлыкең ар жақтан бұқасын мініп бұлқынып келіп қалды дейді. Ырдағанда дағы орой ырдашу дейді. Анан баяғы үні қарғылданып жақшы шықчымес екен, ал тұрғай Құдайды да тілдебейші дейді. Бұшы ешекке берген үнді менден аяйған Құдайды деп өлі сөгінші екен. Анан елдағы айтышқандан қорқшы екен. Жеңіліп баратқан ырчысын басағалы өлі ошо жерден сабабағанға шейін баршы екен. Мұна ошо Құлыке ар жақтан келіп қалып өлі минтіп ырдап кірді дейді. Адырға шыққан жекенсің, екөң айтышқан менен нетерсің. Қашыңда тұрған ырчының Қашымқан қатыны олар бекенсің. Дегенделі баяғы жерден Ешмамбет ырчы өзі чоң сақал, екі қарыштай сақалы бар. Көкірегінің барын әлі сақалы жаап тұрған чоң сақалды кіші екен дейді. Ошонда Ешмамбет минті ырдап қойды дейді баяғы Құлыкені қарата. Ел озундан айтылып, мақал болдың Құлыкең, ектегі қырқылған сақал болдың Құлыке, ескісі жетіп жыртылған чапан бира болдың Құлыке. Десе ошо жерден оозунан сөзін жұлып алып, ел озунда айтылған мақалыңды ұрайын, егіңдегі екі о сақалыңды ұрайын, еткел айы баштанған өзіңді ұрдым Ешмамбет, егіңдегі екі о чөйіңді ұрдым Ешмамбет деп біле, Ешмамбетті қақты дейді. Аңғыча Тоқтоғұл айтты дейді. Ей айланайын, жамақтындағы сый сыпаты олыд. Кичине баш аяғын жөндеп айтпайсың бі деп, баяғы жерден Тоқтоғұл қаққандай болса, анда Тоқтоғұлға қарата опырылып кірді дейді. Қайран асыл Тоқтоғұл Сібірден айдаудан келгеніне көптеле мезгіл өтелек екен, баяғы жерден Тоқтоғұлға опырылды дейді. Ай, еміне сөзім ұқпайсың, сен Ешмамбет жаққа ұқтайсың. Біртке бүткен жаның бар, бір мұштымдан шықпайсың. Ачуыменен бір қойсам 6 күн кечке ұқтайсың. Сен 9 жыл шыбыр айдалып тобыма шүкір дегенсің. 9 күн ашқа қалғанды доңыздың етін жегенсің. Ақшы вақты тоқты жейт, айтқан тоқым боқты жейт деп аны қақты дейді. Балевас ошентөле кетмен төвен ырчылары біріміз менен біріміз айтышып, Осакенің боз үйінің тегерегінде батпай кетіптірбіз дейді. Ал учурда ырчылар қайсы жақа ат тізгенін бұрып бастырса, артынан додо-додо болып, ел ерчіп жүрчі екен. Аңғыча те алыстан қарағашқа ат мінген, башына суысар тебетей киген, біреу мырза жүрішменен келетат дейді. Баяғы мырза жүріш деген ұшыл екен, аттың тізгенін білегіне баяғы бір-екі чалы орой тарта бастырса, ат башын көтеріп чақчаңдап басат, мұны мырза жүріш деп қойчы екен. Минтіп мырзалар ғана жүрші дейді. Мұна ошо кесте баяғы Байзақ деген болуш болып жүрбөсін. Ашты башқарып жүрет деділе, бұл Осаке бейдің боз үйін емнеге айланшықтап атасыңар деп, залим киши көгөнгө байлатып саба үйбесін деп, қорғол атауыз ат тұшамыш болып қорқып қалдым дечі дейді. Анам баяғы жерде башы бұшып қалған Тоқтоғұл менен Ешмамбет тіке қарап тұрат дейді. Бір малда біз болушты ойлығонуыз аттың үстіненле минтіп, кетмен төбенің ырчыларын қарата ырдап келатат дейді. Бұларың астеле саяғы жүрт екен, қарачың айылы сайын ойыр чекен. Айылдан кишің өткөрбөй бар елің авылда үріп өтір чекен. Айылда менден бөлек ырчы жоқ, астеле жұмғалатын чекен. Бұларың түн қатар түнтөйі жүрт екен, қарачы түтіні сайын оғыр чекен. Түтінден кишің өткөрбей бар еле түрілі үріп отыр чекен.
Tütünde menden bölek ırçı jogo, tübünün acımgalatın çeken. Babır babır babırlar, babır aşkan javırlar, ayaldarın uçkaştırıp bular ayıldaşıp dağırдар. Oso kenim boz үйün orop algan turbaybı, 30'day birigip torop algan turbaybı. Kişisinen ırçı köp kim görüptür mındaydı, eşke çıkıp bulardı görбөйсүң buң osoke. Kalgan katkan sök bolsa kavuşturbay itterige, ana bölbөйсүң buң oy osoke dep. Irı dele büttü deyt, özü dele gelip jetti deyt. Bayağı жерден eldi it ketenge vırdaganга açuğuz gelip tursa dağı, Toktogul özü жооп бербейле баягы кишини барып кучактап, өбүшүп көрүшүп калды дейт. Эми токоң үндөбөгөндөн кийин бизге эмне жок деп мен ар жакта турам дейт. Эшмамбет оптулуп комузун кармап оптулса, Токтогул көз кысып акырын тыйып койду дейт. Ошондо баягы Кулуке кой десе болбой булкунуп, букасы минип жулкунуп, баягы жерден куйручук топтайланып качып жүрөт дейт. Кулуке артынан өгүз менен кууп алыптыр. Анан атка өгүз жетпейт, ошондо айла жок, артынан минтип ырдап баратат дейт. Казандагы кырмычык казып жедиң, тырмышып калктын баарын иттейсиң, канкылдаган куйручук. Апаң кырган кырмычык асылып жедиң, тырмышып, айылдын баарын иттейсиң, акылы жарым куйручук. Энең кырган кырмычык эңилип жедиң, тырмышып, элдин баарын иттейсиң, энеңди сенин куйручук. Дөдүрөгөн куйручук дөкүрсүнүп сүйлөдүң, дөбө жактаңдыган өзүң дөбөт болуп жүрбөгүн. Каадаланган куйручук какшык айтып сүйлөдүң, кашат жактаңдыган өзүң канчык болуп жүрбөгүн деп, аягын оозго албаган жаман сөздөр менен шыбап киргенде, куйручук айтты дейт. Айланайын токо, мунун ырчы меселе мээси башына чачырап чыккан жинди турбайбы? Кой де. Ошол кезде куйручуктун сөзү ушунча өтүмдүү экен дейт. Осокенин боз үйүнүн жанына келип, "Эй Осоке, чүкөсүн жоготкон баладай болуп эле эмне үйдөн айланчыктап чыкпайсың? Айрыкча ушул ырчыны ыраазы кылбасаң, экөөбүз нарынга эсен аман кетпейбиз го" дегенде, Осоке би боз үйдүн капшытын түрдүрүп, өзү кызарып татарганча күлүп отуруп көргөн экен дейт. Эшикке чыгып жигиттерине буйрук кылды дейт. Жигиттер, биз минип келген аттардын ичинен жабдыгы аппак күмүш болсун, өзү чымкый капкара жорго болсун. Ошол атты Кулукеге бергиле деп, башкабыз таяла албай жүрсөк, Кулуке ошентип ат алып алган деп корголатабыз эскерчи экен.